Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар. Қазақстанда өкінішке қарай бірде-бір медициналық университетте нейробиология, нейрофизиологияны оқытпайды екен. Содан кейін мына Айнұр қарындасымызды көрсетіңіздер. Айнұрмен танысқаннан кейін мен қатты қуандым. Өйткені Айнұр мына біздің Қазақ ұлттық университетінде психологияны оқыған 4 жыл бойы. Содан кейін негізгі белгілі бір себептермен қазір өзі айтып кетер, Англияға барып, өзінің баласында кішкене проблема болған, соны емдеу үшін арнайы барып Ланкастер университетіне түсіп, нейрофизиологияны оқыған. Мидың қалай жұмыс істейді, енді нақты маман, керемет маман, Қазақстандағы жалғыз маман десе болады. Және 10 жыл бойы практиковать етіп келе жатыр. Осындай проблемасы бар балаларды сабақ оқымайтын, содан кейін дұрыс сөйлей алмайтын, гиперактивный дейді, задержка речи дейді, өзінің баласын толықтай емдеп шығарған, енді басқаларға көмектесіп жатыр. Арнайы маман және қолымен істеген маман. Сондықтан бүгінгі сабағымыз кешегіден де қызықты болады. Бүгін өте бір өзекті бір мәселелерге тоқталамыз. Сонымен кеттік. Бірден онда презентациямыз айтайын. Мені танитындар Т деп қойыңыздар, танимыз деп жазасаңыздар, болмаса Т деп жазасаңыздар да. Енді Айнұр енді шығып жатыр. Әдетте көп мамандар өзін бағаламайды. Ол айтады, Айнұр маған қанша құрбыларыма, таныстарыма осылай проблемалармен көмектесіп, қанша жыл осы балаларды емдеп келе жатырмын. Айнұр, неге Инстаграм ашпайсың? Неге мүлде білімі жоқ, тәжірибесі жоқ адамдар осы психологиямен айналысып жатыр ғой? Сен Англиядан оқыған, Қазақстанда оқыған, тәжірибелі мамансың, және қаншама әлемдегі атақты психолог, нейрофизиологтардың курсынан өткен, енді бірақ біз алып шығып жатырмыз. Өйткені біздің аудиториямыз үлкен, маған өте көп адамдар жазған, осы бала тәрбиесі жайлы. Мен айттым, шындығында да мен ересек адамдарға өте көп адамдардың проблемасын шеше алдым. Өйткені өмірлік тәжірибе, содан кейін оқыған курстарым, оқыған кітаптарымның арқасында мен өзгеріс деген психологиялық тренингте көптеген ажырасқан отбасыларын қосып, ажырасайын деп жатқан отбасыларын сақтап қалып, өзін-өзі қол жұмсайын деген адамдарға көмектестім. Ата-енесімен қатты жағдайда жүрген адамдарды қалпына келтіре алдым. Көптеген қанішерлерді бүгін жайбарақат адам қыла алдым. Бірімен бірі ұстаса кететін, төбелесе кететін адамдар болады ғой енді сондай. Соларды мен түзетіп жатырмын. Енді сол тәжірибеме сенемін. Үлкендерге кеңес бере аламын. Ал бала тәрбиесінде шындығын айтайын, менің тәжірибем аздау. Ал Айнұр сондықтан тәжірибелі. Бүгінгі сабағымыз баланы оқуға мотивациясын қалай қалыптастырамыз. Өйткені дәл қазір бұл өте актуальны болып тұр. Келісесіздер ғой? Қазір онлайн болды. Содан кейін қазір мына гаджет деген бәле шықты. Телефон бар, телевизор бар, түрлі ойындар бар, түрлі мультиктер бар. Ол баланың басын қатырмайды, ол жеңіл. Бұны нейромаркетинг дейді. Мына ақшаға құныққан енді залымдар деп айтсақ болады. Сол ойындар жасайтын адамдар, мысалы, әлеуметтік желіні жасайтын адамдар, түрлі бір мультик жасайтын адамдар бұны баланы қалай қызықтырып, баланың әлсіз жеріне соғып, оны өзіне қарай тартуды өте жақсы біледі. Әсіресе кішкентай жасөспірім балаларды. Нейромаркетинг дейді. Олар бір наркотик сияқты тартып алады балалар. Енді соны қалай құтқаруға болады? Қалай баланың білімге деген махаббатын оятуға болады? Бүгін сол жайлы Айнұр өзі презентациясын дайындап қойды. Астанадан арнайы шақырып алдық. Ертең соңғы күні, ертең кешке сабағын береді, одан кейін Астанаға қайтадан ұшып кетеді. Міне тегін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін арнайы шақырып алдық. Айнұр енді өзінің осындай балаларға арналған біз өтініш жасадық. Қазақстанда өте актуальны екен. Бір айлық, бір ай емес, 1,5 айлық өзінің осы талантты балалардың проблемасы шешу жайлы курсын да жасап жатыр. Енді ертең таныстырамыз ол курс жайлы. Шынымен аз уақытта бүкіл сұраққа жауап алу қиын ғой. Шынымен кім баласын бақытты қылып өсіргісі келеді, кім баласының бүкіл проблемасын шешкісі келеді, оны ешқандай ақшамен өлшеуге тұрмайды. Келісесіздер ме? Баланың өмірі, баланың бақыты ешқандай ақшамен өлшеуге тұрмайды. Соны қолжетімді бағамен бізде өтініш жасадық. Осындай жалғыз маман екенсіз, сіз жасаңыз, біз соны халыққа таныстырайық деп. Ол жайлы ертеңдер айта жатармыз. Шынымен осындай курсқа қатынасып, осындай білім алғыңыз келсе, бақытты баланы тәрбиелеу жайлы, проблемасы бар баланың проблемасын шешу жайлы білім алғыларыңыз келе ме жалпы? Осындай курсқа қатынастарыңыз келе ме? Осындай курс актуальны ма? Айтыңыздаршы. Жоқ, сондай актуальны емес пе? Қазір мен бар қойын.
өте күшті, өте өзекті тақырып. Маған өміріме жол табуға көмектестіңіз. Жасұлан Рысбек, мен көмектеспін. Курс актуальны ма осындай курс? Шынымен соны түсіріп, монтаждап, оны шындығында да жарнама жасау үшін кемінде осы сіздерді әкелу үшін өте көп ақша кетті. Бір жағын мен шындығын айтайын да. Бірақ қоғамға бұл өзекті болғаннан кейін біздің елдің болашағы, ұрпақтың болашағы ғой. Көп сөйлеп кетті деп ренжімеңіздер, презентацияға қояйын, кеттік. Баланың оқуға мотивациясын қалай қалыптастырамыз. Бүгінгі вебинарымыз 1,5 сағат болады, 1,5 сағат бойы болады. Мұқият қарап отырыңыздар, өте құнды ақпараттар беріледі. Қолдарыңызға қағаз, қалам алып қарап отырыңыздар. Жақсы ма? Тамақ пісіріп жатсаңыз, телевизор көріп жүрсеңіз, бәрін тоқтатып қойыңыз, бір жерге отырыңыз, көріңіз да. Содан кейін мен сұрақ қойып отырамын, Айнұр сұрақ қойып отырады, өздеріңіз сұрақ қойып отырыңыздар. Сұраққа біздің осы психолог мамандарымыз бар, модераторлар, кураторлар, олар жауап беріп отырады. Олар жауап бере алмаса, Айнұр жауап бере алады. Тіпті бүгін үлгермесек, ертең телеграм каналға тіркеліңіздер, сол жерден біз сіздерге жауап береміз. Жақсы ма? Олай болса кеттік. Бүгін көтетін тақырып баланың шамшырағын жағу. Шындығында бала шамшырақ, оны жаға білу керек, да? Соны қалай. Содан кейін баланың оқу мотивациясын дұрыс беру, оны мәжбүрлемей, зорламай, өтірік алдамай, да? Баланың өзінің оқуға деген ынтасын, құлшынысын ояту жайлы болады. Бала табиғатынан шындығында білімге құштар болады. Абай атамыз айтады ғой, көрсем, білсем деп туады дейді. Соны ары қарай қалай дамытуға болады. Сол жайлы болады. Баланың базалық қажеттілік орындалуының маңызы. Базалық қажеттілік деген оның қауіпсіз болуы, тамағының дұрыс тамақтануы, дұрыс ұйықтауы деген сияқты осы жағына болады. Содан кейін бала егер солай туғанда құштарлықпен туатын болса, неге қазіргі балалар сабақ оқығысы келмейді? Неге оларды желкесінен отырып алып, мына сабақты оқытуға ата-анасы отыру керек? Осы жайлы болады. Осының себебі не екенін де, себебін білсек, салдарымен күресуге болады. Білім құмарлықты, білімге құмарлық, білім сүйгіштік, да? Осы білім қор деген сөздің білімді сүйіп құмарлықпен оқуды. Ана ойынды құмарлықпен ойнайды ғой. Сол сияқты білімді қалай құмарлықпен оқуға қалыптастырудың тәсілдері, ғылыми тәсілдері жайлы болады. Енді мен кеше Айнұрда біраз сұрақтарға жауап бердім. Мен де телеграмдағы көп сұрақтарға жауап бердім. Өкінішке қарай 70% сұрақтар мынандай болып келді. Мен ашуыма ие боламай қалам. Баламды ұрып жіберемін. Соңын артынан аяймын, жылаймын, кешірім сұраймын. Менің енем баланы осылай қатты ұстау керек деп үйретеді. Күйеуім қол жұмсайды. Өзім де көп қол жұмсап жіберем деген сұрақтар өте көп болды. Не істесем екен деген. Шындығында да ананың балаға деген қатыгездігі қайдан туады? Неге бала ана баласын, ішінен шыққан баласын көп жағдайда ұрып жібереді, қатты ұрсады, осылай жазалайды? Осының себебі неде? Мен де ұзақ ойландым. Мен бірақ Лоренцо Бройник деген тауып алып оқысаңыздар болады. Мына «Гормоны счастья» деген кітапты оқыған кезде, соң Келли МакГонигалдың кітаптарын терең оқығаннан кейін, Джо Диспензаны оқығаннан кейін, маған оны әрқайсысын 20-30 өтірік айтпасам кейбіреуін 50 рет оқуға тура келді. Өйткені менің базалық медициналық білімім болмады. Енді мына экранға презентацияны қараңыздар, адамның миы, рептильный ум дейді. Рептильный деген ана кезіндегі динозаврлардан қалған, кесірткелердің миы тұр, жерде көріп отырсыздар, оған 200 миллион жыл болған. Ол инстинктке жауап береді. Төбелес не қаш деген, тамағыш, ұрпақ жалғастыр, инстинкт, выживание. Бұл ми бізде де бар. Біздің ашуланға бірдеңке десе соған жауап қайтаруымыз осы 200 миллион жыл, өте кәрі, өте тәжірибелі ми. Келісесіздер ғой? Ал енді біздің чувство, эмоция, біздің сезімімізге, эмоциямызға, ашуланымызға, төбелесе кетуімізге, қол жұмсай кетуімізге жауап беретін миымыз, ол лимбикалық ми дейді, лимбическая система. Оған 50 миллион жыл болған. Енді 1000 жылдың өзі өте көп уақыт, 10 мың жыл деген өте уақыт. Ал мынау 50 миллион жыл болған. Ал енді біздің саналы миымыз кортекстің ішіне пайда болған неокортекс, ең жаңа миымызға бар жоқ 2 миллион жыл болды. Сондықтан адамның ашуланбай, сабырлы, ол кішкентай ғой, оны түсінейін, оның жағдайына түсейін дейтін миымыз мүлде сәби болып тұр да аналардың қасында. Сондықтан біздің жаңағы мына рептильный инстинкті миымыз
сезімге, эмоциямыз басқара алмайтынбыз. Эмоциямызға 50 миллион, ақылымызға, санамызға 2 миллион жыл болыпты. Бірақ бұны жеңуге болады. Сананы жетілдіру арқылы. Қазақ айтады ғой, бала берсең сана бер деп. Саналы адам өзінің сәбиіне ешқашан қол жұмсамайды. Өзінің сәбиіне ұрмайды, боқтамайды, оны төмендетпейді, оны қарғамайды. Оған кешіріммен қарайды, оған тек қана махаббатпен қарайды. Саналы адам. Ал ашуланған кезде біз санамыз өшіп қалады да, біздің эмоциялық миымыз алға кетіп қалады. Оны қоя тұрыңыз. Қазір мысалы негізгі префронтальный кора дейді. Ол мына қып-қызыл болып тұр ғой, міне көріп тұрсыз да, ол маңдайдағы ми. Бұған қанша жыл болды деп ойлайсыздар? Префронтальный кора өзінің мына неокортексінде мен енді қазір былай болып жүрмін. Бірдеңке десе бүйтем, ұрсам, өзімді өзім ұстай алмаймын. Өзіңді перепрограммировать ету үшін. Мына маңдайдағы ми өзіңді өзің бақылап, өзіңді сырттан бақылап, өзіңді перепрограммировать ететін, болашақты болжайтын миға қанша жыл болды деп ойлайсыздар? Бұл тек қана адамда ғана бар. Содан кейін маймылдарда бар екен. Кішкене дельфиндерде кішкене ғана бар. Басқа тіршілік иесінде жоқ. Бұл миға қанша болды деп ойлайсыздар? Префронтальный кора. Кора бар ғой, соның маңдайдағы миы. Бұны осы сабақ біткеннен кейін Google-ға кіріңіздер, префронтальный кора деп орысша жазсаңыз, миллион информация шығады. Қанша жыл болды деп ойлайсыздар? Кері байланыс беріп отырыңыздаршы. Мен сол кезде сіздер түсінесіздер да. Неге сіз балаңызды нетіп жібересіз да? Ұрасыз, неге сіз өзіңізді басқара алмай қаласыз? Себебін білген адам салдарымен күресе алады. Ал енді сабырлы бол, өзіңді өзің ұста, ашуланған кезде отыра қал, жата қал, тыныс ал, жұмыс істемейді ол. Мен көрмедім, мен өзім басымда, мен өте эмоциональный адам болдым. Мен осы миымның қалай жұмыс істейтінін, соның енді тереңірек, мен осы Айнұрмен бірге жасаған курста соны терең көрсетем. Себебін білген адам бір істеп жөндей салады. Сіз ертең-ақ сабырлы адам болып шыға келесіз. Қанша жыл болды? 50 мың? Қанша жыл болды деп ойлайсыздар? О, керемет тақырып. Жоқ, 2 миллион емес. Қанша жыл болды деп ойлайсыздар? Айтыңыздаршы. 100 мың жыл болған. Саналы адам, да, осыны мына префронтальный корасы пайда болып, префронтальный кораны білген адам, меңгере алған адам өзінің мына мозжечектағы бейсанасын қайтадан перепрограммировать ете алады. Сондықтан кешегі шарт-шарт етіп ашуланатын, баласын ұратын, боқтаса жөнелетін адам ертең сабырлы болады. Сондықтан алдағы курстарда соны айтатын боламыз. 100 мың жыл болды, міне Асел Сабақбаева дұрыс айтып отырсыз да. 100 мың жыл болды, 100 мың жыл. Енді көз алдыңыз елестетіңіз, 50 миллион жыл болған, 50 миллион жыл бойы келе жатқан 100 мың жыл. Сондықтан біз санамыз басқара алмайтын сол. Кеттік сонымен, жақсы. Сабағымыз қызық болып жатса, лайк басып, от жағызып қойыңыздар да, от белгісін қойып қойыңыздар. Кеттік ары қарай. Енді сұрақ. Сіздерге бір сұрақ қояйын, бірақ жауабын соңында берем. Өте қызық сұрақ. Қараша айында туылған балалар, қараша, желтоқсан айында туылған балалар, мына қазір нумерология деген бір ғылым шықты ғой. Солар айтады, мынайда туған балалар талантты екен, мынайда туған балалар физики мықты болады, мынайда туған балалар мынандай, мынайда туған айдың, жұлдыздың деген сияқты да. Сонда қызық болғанда, бір зерттеулер болғанда, қараша айында туған балалар бір неменеге келеді, бір доп ойнайтын спорт командаға келгенде, қаңтар айында туған балалар өте талантты болған. Енді өте талантты, допты жақсы ойнап, жетістікке жеткен балалардың бәрі қаңтар ақпан айында туған болып шығады да, ал қараша желтоқсан айында туған балалар мүлде физикалық доп ойнауға нашар екен. Себебі неде деп ойлайсыздар? Неге? Жауабын вебинардың соңында естисіздер, жақсы ма? Енді тағы да кеше мен сұрақ қойған болатынмын да, баланың өмірдегі арман мақсаттарына жетудегі басты қасиеті қандай? Оған біз бір әріптер қойып отырамыз да, әріптерді көрсетіп отырамыз. Соңында сол сұрақтың жауабын аласыз. Дұрыс жауапқа таққан адамдарға ертең үлкен сыйлық болады. Аңғарымпаз адамдарға да. Кеше 3 әріп көрсеткенбіз. Тағы да айтайын. Баланың өмірдегі ойлаған өзінің арман мақсатына жету үшін қандай қасиет өте маңызды? Әріптермен көрсетеміз, ертең сол сыйлыққа ие боласыздар. Міне бір әріп кеттік. Енді әр шамшырақ тек оны жаға білеңіз. Әр бала шамшырақ. Әр бала шамшырақ. Мына видео бір 40-45 секунд көрейікші.
От проблем? Не болып жатыр? Болды, біз тырыстық. Осында тағы да проблема ма? Осы қожаның қандай бала екенін түсіну қиын. Кейде заң келгенде мектептен қуып шыққым келеді. Ал кейде одан үлгілі ешкім жоқ. Әйтеуір бір жақсы сұлтанға жоламайтын. Сау болыңыз. Ескі араның аузын ашты. Оқушы деген қап емес, не болса соны сыйғыза береді. Ол шамшырақ тек жаға білу керек. Мен сұлтанның шырағын жағамын. Бұны өзіме ешқашан кешемін. Қожаның шырағын жақтыңыз ба? Міне, шындығында да мына жер YouTube қосылып кетті ғой да. Міне, шындығында да кеттік ары қарай. Шындығында да әр бала шамшырақ қой. Оны жағу ең бірінші ата-ананың қолында жағалса. Өйткені шындығында да мына үй салу мамандық да, ағылшын тілі мамандық, медик мамандық, мал бағу да мамандық талап етеді. Ал бала бағуды да дәл сондай сізден сондай білімді талап етеді, сондай машықты талап етеді. Сондықтан өкінішке қарай біздің не отбасында, не мектепте, не университетте отбасын қалай құру керек, ата-анамен қалай қарым-қатынас жасау керек, жұбаймен қалай қатынас жасау керек, баланы қалай тәрбиелеу керек жайлы мүлде арнайы білім бермейді. 100% барлық адамдарға, егер менің билік менің қолымда болса, мектепте, университетте міндетті түрде осындай бір сабақтар енгізетін едім. Бала тәрбиесі жайлы, отбасындағы немене жайлы. Келісесіздер ме? Мен депутат болам түбі, осыны кіргізем. Қолдайсыздар ма? Осындай білім қажет қой да, бақытты баланы тәрбиелеу үшін білім қажет. Біз бәрін оқытамыз, бірақ бала тәрбиелеу бірін оқытпаймыз. Сол олқылықты біз толтырайық деп жатырмыз. Кеше бүгін де. Енді маманға берейін тізгінді. Айнұр, кеттік презентация бойынша. Қайырлы кеш. Енді оқуға мотивация жайлы бүгін айтатын боламыз. Маңызды нәрсе, оқуға деген мотивация ешқашан балаға дайын түрде берілмейді. Ол туылғаннан бастап дамыту керек нәрсе. Қашаннан бастап дамытамыз? Бала 40-нан шыққаннан кейін тірілу деген болады ғой. Сол кезден бастап біз баланың мотивациясын сол кезден бастап қалыптастырамыз. Негізі бала табиғатынан өте ізденімпаз, бір нәрсені білуге ұмтылады. Біздің ата-ана ретіндегі міндетіміз баланы басып тастамай, ізденушілік әрекетін ары қарай дамыту. Мен кеше айтқан болатынмын, балаға жоқ, болмайды, оны істеме деген сөздерді аз айтамыз. Неге? Балада оқуға, танымға деген установкасы дұрыс қалыптасу керек. Мына жерде мен жетекші әрекеттер туралы қазір айта кететін боламын. Жетекші әрекеттер өте маңызды нәрсе. Осы жастарда қандай әрекет жетекші, сол қажеттілікті орындау керек баланы. Бірінші, 0-ден 2 жасқа дейін баланың қажеттілігі және жетекші әрекеті. Бұл анасымен эмоционалды қарым-қатынас. Анасымен эмоционалды қарым-қатынас не ол? Баланың қажеттіліктеріне жауап беру. Мысалы, неге айтады, баланы 2 жасына дейін еміземіз? Неге баланы... Қазір 1 минут, дауыс жай шығып тұр дейді. Көтере аласың ма дауысты, сендер? Шалқар, көтере аласыңдар ма? Кеттік, көтердік дейді. Кеттік. 0 мен 2 жас арасында анасымен эмоционалды қарым-қатынас кезеңі. Неге бізде баланы 2 жасына дейін емізу керек? Неге айтады ғой, босанған әйелдер білет, баланы кормите по требованию деп айтады. Потому что біз оның қажеттіліктерін бірінші орындау керекпіз.
ол бір. Мынау 2-3 жасында анасымен заттық әлемді тану болады. Неге мен айтам анасымен? Өйткені мынау әлемді ол анасы арқылы тани бастайды. Анасы оған көрсету керек, анасы мысалы ойыншықтарды көрсету керек. Бұл жерде тағы да қарым-қатынас. Біз осы уақытта, қазіргі мына тенденция бар да, көбіне баламызға гаджет беріп қоямыз. Мынау балаға 2 жасына дейін ешқашан гаджетті көрсетпеңіздер. 2 жасынан 3 жасына дейін 20 минут. Енді шамаңыз болса 3 жасына дейін көрсетпеген дұрыс. Неге? Мен қазір ЗПР, ЗРР деген диагноздар көп болып кетті ғой. Оның себебі не? Бірінші себебі бұл гаджеттер. Неге? Өйткені бала мысалы мультфильмдердің эмоциясын көреді. Мультфильмдердің олардың эмоциялары өте неестественный, өте экспрессивный, да? Бала сондай эмоцияны көріп алып, мультикте болатын, уже бала адамға қарағысы келмейді. Бұл проблема. И қазіргі балаларда мысалы көзге қарау проблемасы бар, адамдардың сөздерін түсінбеу проблемасы бар. Неге? Өйткені кішкентай кезінен балаға гаджетті көрсету болып жатыр. Бұл енді басты нәрсе. Так. Мен осы жерде бір қосып кеткім келеді, Айнұр. Мен жақында ғана бір ғалымдардың зерттеуін оқыдым. Мына 2013 жылдан бастап, әсіресе жас өспірімдердің ойлау қабілеті өте төмен түсіп бара жатыр дейді. Ол неге десе, адамның бір ақпаратты қабылдау үшін кемінде бір 23 минуттан артық бір ақпаратты отыру керек екен. Мысалы, кітап оқи ма, есеп шығара ма, басқа нәрсе істей ма. Ал енді қазір гаджетті, телефонды, WhatsApp бола ма, Instagram бола ма, біз бір 15 минуттан кейін, 12 минуттан кейін қайта қарай береді екенбіз. Сол кезде біздің ақпаратты қабылдайтын миымыздың жұмысы әлсірейді екен. Сондықтан балаларға гаджет берудің ең жаман кесірі олар топастана береді. Өйткені оның сараптама жасайтын миы дұрыс жұмыс істемей қалады екен. Үлкен адамдарда егер сондай процесстер болып жатса, енді ғана баланың миы енді дамып жатыр, қандай біз қиянат жасап жатырмыз қазір баламызға? Осыны ойлану керек. Баланың дамуы негізі 3 жасқа дейін қимыл қозғалыс арқылы жүреді. Бала осы жерде қозғалу керек, ойнау керек, секіру керек, еңбектеу керек. Ал біз мысалы мультфильм қосып қойған кезде, бала тек қана көзі ғана жұмыс жасап отырады. Ал бала толығымен дұрыс даму үшін ең басты нәрсе, 5 сезім мүшесі бар ғой, 5 сезім мүшесі. Енді нейропсихологтар тағы 2 сезім мүшесін қосады, ол проприорецепция және вестибулярный аппарат. Осы жетеуі бірге жұмыс жасап отыру керек. Бала мультфильм көрсе, телевизор тек қана көзі ғана жұмыс жасап отырады, қалғандарын бәрі сөніп отырады. Яғни сөніп отырса, значит дамымайды деген сөз. Енді келесін азымды айтып біттім гаджеттер туралы. Енді 3 жас 5 жас арасы бұл ойын әрекеті. Бұл жерде балаға ірі моториканы дамыту керек. 3 жас пен 5 жаста бала ойынға қану керек. Біздің ата-аналар мынандай қателік жасайды қазір. Әлі 5 жасқа дейін сабақ оқыту, санау, есеп шығарту, шетел тілдерін оқыту, бұл дұрыс емес. Бала ойынға қану керек. Әркім баласын гений көргісі келеді, елге мақтанғысы келеді, менің балам әріп таниды, ағылшынша біледі деген сияқты да. Ол өзінің эгосын қытықтайды, ал балаға жамандық жасап жатыр. Дұрыс айтасыз, бұның барлығы ата-ананың амбициясы. Қазір білмеймін, жігіттер жоғарырақ табуға бола ма? Дауыс жай деп бәрі айтып жатыр да. Былай қояйын, былай қояйын. Енді? Жақсы. Енді жақсы, да. Ойынға қану керек бала. Содан кейін ғана біз оны оқытамыз, санатамыз, шетел тілдерін оқытамыз. Неге? Өйткені балада лобный доли деген бар. Маңдай бөліктері. Оның барлығы уже 6-7 жасында ғана дамиды. Неге? Біз балаларымызды 6-7 жаста ғана мектепке береміз. Потому что
баланың маңдай бөлігі сол уақытта ғана қалыптасып дами бастайды. Сосын ол 19 жасына дейін дами береді. 19, даже 21 жасына дейін дамайды. Сонымен осындай қателік жасамайық, иә? 5-6 жаста өз бетінше жұмыс жасау. Бұл жұмыс істеу, яғни бұл жерде бала, ата-аналар көбінесе көмектескісі келеді ғой. Бір жаңағы ас бөлмесінде мамаларына көмектескісі келеді, иә? Осы жерде балаға бөгет жасамау керек. Шамасы келген нәрсені беріп қою керек. Ол қазір оның танымы дамып жатыр. Осы кезде мақтап жіберу керек та баласын. Сосын міне 7 мен 10 жас арасында міне танымдық интеллектуалдық деңгей осы, кез осы. Осы жерде, осы уақытта баланы оқытасыз, жаңағы санатасыз, ағылшын тілін үйретесіз. Міне 7-ден 10 жасқа дейін бұл дұрыс және норма. Кейін уже қатарластармен қарым-қатынас, уже мынау жеткіншек болған кезде уже кете береді. Баланың базалық қажеттіліктері өтелген ба? Баланың базалық қажеттіліктері деген не? Баланың дамуы, мидың даму заңдылықтарына негізделу керек. Баланың миы қалай дамиды? Оның миы артынан, алдына, оңнан солға қарай дамиды. Яғни арты бұл мишық, мыжычок. Ол, значит, балаға ең бірінші қимыл қозғалыс керек. Қазір мен өте көп байқаймын да, балалар өте аз қозғалады. Аз қозғалса, значит, олардың сөйлеуді кешігеді. Бірінші, значит, мозжечоктан, содан кейін ғана лобной доли, содан кейін ғана логика дамиды. Бірінші, яғни қимыл қозғалысқа көңіл бөлу керек. Қазір мынандай тенденция бар да, бала түйме қадай алмайды. Бала аяқ киімінің бауын байлай алмайды. Ал бірақ санайды, ағылшын тілін біледі, ол дұрыс емес. Это асинхронное развитие. То есть бірінші бала түймесін қадайды, бауын байлайды, доп лақтырамайды даже. Осындай нәрселерде бар да қазір. Сосын ғана соның негізінде уже оқуға, танымға деген уже ми дайын болады. Өкінішке қарай теледидардан кішкентай балалардың бір сирек кездеседі ғой, бір өте талантты балаларда, мыңнан, миллионнан біреу. Солар тақпаға оқып, тақылдатып екі тілде сөйлеп жатқанын қазір WhatsApp-пен таратады, Instagram-мен таратады. Соң кейін басқалар да сол баласын сөйткісі келеді. Ойын баласын ойнап, қимылдап, мидың бір-бірімен байланысы керемет қой. Іргетасы қаланбағаннан кейін оны шатырын жасағысы келеді көбі. Сол арқылы баланы зорықтырады. Баланың миы оңнан солға қарай дамиды дедім. Яғни оң жақ бөлігі бұл эмоция. Яғни осы жерде біз баламызға не беру керекпіз? Эмоция, күлу, секіру, ойнату. Содан кейін ғана уже сол жақ бөлікке өтеміз. Бұл жерде уже логика, математика, яғни баланың өзінің даму заңдылықтары бар және даму реттері бар. Біз сол даму ретімен жүру керекпіз. Енді баланың базалық қажеттіліктері деп отырмыз ғой, баланың ең басты базалық қажеттілігі бұл ұйқы. Ұйқының негізі өзінің заңдылықтары бар. Ең бірінші бала қараңғыда ұйықтау керек. Ол бір. Баланы уже сағат 9-да уже ұйықтату керек баланы. Өйткені жаңа гормоны роста, соматотропный гормон, оның барлығы тек қана 10-нан 12-ге дейін ғана дамиды. Яғни, егер сіз балаңызды 12-де ұйықтатсаңыз, уже бала ол гормонды алмайды. Ол бір. Ұйықтаған кезде 6 жасына дейін напряжение көп балаларда. Осы кезде ең басты нәрсе түсте ұйықтату өте маңызды. 1 сағат болсын, жарты сағат болсын, бала демалып алу керек. Осыны ұмытпау керек. Яғни ұйқы жайлы. Мен осы жерде тағы қоса кеткім келеді. Менде нейробиология, нейрофизиологияны қызығып өте көп оқимын, көп қайталап оқимын. Сонда бақыт гормондарының бірі ол мелатонин. Даже бала тұрмақ ересек адамның өзіне түнгі сағат 11-ден таңертең сағат 4:30-5-ке дейін бөлінеді. Егер сіз сағат 11-де жатпасаңыз, сізде мелатонин бөлінбейді, ол тамақпен келмейді. Ал қараңғы бөлмеде неге ұйықтау керек? Мына кішкене жарық түсіп тұрса, көптеген адамдар түнгі лампаны жағып қояды да, кішкентай жарық
көз жабық тұрса да эпифизге мына кірпік арқылы эпифизді оятады. Сол кезде серотонин бөлінеді. Сол кезде түнде сіз жыбырлап оянып кетіп жатасыз да, ұйқы шала болады. Баланың да ұйқысы шала болады. Тас қараңғыда жатқан жақсы. Егер бала қорқса, оны алдымен ұйықтатып алу керек, кішкене жарық тұрады. Содан кейін мүлде қараңғылап тастау керек. Пердені де жауып, ешқандай жарық түспеген жақсы. Сол кезде бала да, үлкен адам да ешбір алаңсыз ұйықтайды. Жаңа бақыт гормоны, оны адамның кәртемеуіне, миының жұмыс істеуіне, ағзасының жақсы жұмыс істеуіне мелатонин жауап береді. Қайталап айтайын, ол тамақпен, басқа затпен келмейді, тек ұйықтаған кезде. Түнгі сағат 11-ден таңғы сағат 5-ке дейін ғана бөлінеді. Сондықтан баламен бірге өзіңізді ұйықтағаныңыз да, сағат 9:30, онда бірге ұйықтағаныңыз дұрыс. Дұрыс, Енді тамаққа келейік. Қазір көбінесе балалар не жейді? Қазір балалар көбінесе қант жейді, газдалған сусындар ішеді. Бұлардың өте құнарлығы өте аз. Яғни бала энергия алады, бірақ бұл энергия өте қысқа уақытқа ғана жетеді. Балаға көбірек құнарлы тамақ беру керек. Осыны ескерткім келіп тұр осы жерде тамақ жайлы. Мына көп адамдар, мен байқам, үйіне барғанда кола ішуге, спрайт сияқты сусындар ішуге, онан кейін кириешки сияқты нәрсе жеуге тыйым салмайды. Мен балаларымды кішкентай кезінде бұл боялған нәрсе, бұл краска деп сөйтіп қорқытатынмын. Содан кейін оларда сондай боялы сусындар ішуге деген махаббат болмады. Онан кейін адамдар ойлайды, ода тұрған не бар деп. Енді кальций болмайды, сүйектері сынып кететін болады. Содан кейін қан диабеті, онан кейін глюкоза тез миға вроде тамақ болып барады, гликоген. Бірақ оның қайтуы да тез. Содан кейін бала наркотикке отырады. Мен қазір қазір балалар СДВГ деген бар ғой, гиперактивность. Ең бірінші нәрсе осы жерде балада қантты алып тастайды. Потому что ондай балаларға қант деген ол как наркотик. Сондықтан тамақты берген кезде қазір еще балалар тамақты талғап жейді ғой. Неге? Өйткені аз қозғалады. Көбірек қозғалтсаңыз балаңызды, ол тамақты талғамайды. Құнарлы тамақты жей бастайды. Қарны ашып келген. Қарны ашып келген кезде. Бірақ қозғалыс өте аз. Мен уже айттым, осыны. Енді жаттығуда бұл жерде мынандай ереже бар да. Яғни бала 20 минут оқыды ма, 5 минут бір барып қозғалып келу керек. Бұл заңдылық енді. Яғни бұл жерде адам бала деген шаршауды да қояды, сонымен қатар жаңағы бір бодрый болып келеді да енді. Біз табанды отырып жұмыс істеу керек деп, тапжылмай жұмыс оқиды дегенге балаға дұрыс емес. Ересек адамның өзі, мен өзім 1 сағаттан кейін 45 минут, 1 сағат 15 минуттан кейін мына офисті айналып 10 минут жүріп келемін. Ересек адамның өзіне үнемі қозғалып тұру керек. Сосын мына режим. Яғни бала уақытылы тұрып, уақытылы тамақ жеп, уақытылы ұйықтаса, баланың таным деңгейі де жоғары болады. Өйткені мысалы ми ең бірінші проблемасы да ол инстинкттердің дұрыс жүруін қадағалау керек. Бірінші инстинкт, сосын ғана логика, сосын ғана таным, сосын ғана жаңағы математика дегендей. Яғни бірінші режим осыны балаға беру керек. Сосын ғана бала сөйлейді, сосын ғана бала дұрыс дамиды. Енді мына баланың базалық психологиялық қажеттілігі өтелген бе деген сұрақ, бұл жерде енді көбінесе анасымен қарым-қатынасы. Неге базалық бұл Боулбидің жаңағы теория привязанностімен байланысты да, яғни анасымен қарым-қатынасы дұрыс болу керек. Анасы үнемі баланың қажеттілігіне жауап беру керек. Яғни бұл көбінесе 0 жастан 2 жасқа дейін бала анасымен болу керек. Бала бірінші қауіпсіздікті сезінсе, сонда ғана ол таным болады. Мысалы, детский площадкаларда мынандай жағдай болады да, бала бір нәрсені, яғни құмырсқаларды бір таным ойнап жүреді, құмырсқаларды қарайды, жапырақтарды қарайды. Бұл таным процесі болып жатады. Қарап қояды, мамам отыр ма скамейкада, отырған жоқ па? Неге? Өйткені оған безопасность керек. Яғни ол егер мамасы отырғанына көзі жетсе, ары қарай өзінің танымын жалғастыра береді. Ал егер мамасы вдруг кетіп қалды дейік, ол бәрін тастай салып мамасын іздей бастайды. Яғни бұл жерде мамасының базалық
мамасы арасындағы қарым қатынасы бұл база болып табылады. Сондықтан мынау балаңызды ерте жұмысқа шығып кетпей, балаңызға толығымен көңіл бөлсеңіз, баланың жаңағы танымы да жоғары болады. Енді өзіңіз үлгісіз ба? Мынандай нәрсе бар да, зеркальный нейрон. Өзіңіз егер кітап оқып отырсаңыз, өзіңіздің бір сүйікті істеріңіз болса, сондай бір өзіңіз деген телефон шықмай деген танымға кітап оқып, балаңызға сондай бір с удовольствием мен кітап оқып отырмын дегенді көрсетіп жүрсеңіздер, бала зеркальный нейрон арқылы қабылдап тура сондай әрекет жасайды. Енді мен қазір бір көрермендерге бір сұрақ қойып кеткім келеді, кері байланыс жасап отырайықшы. Мынандай бір немене бар, түсінік бар да. Жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу ең керемет тәсіл емес дейді. Жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу ең керемет тәсіл емес. Орысша айтайын. Воспитание личным примером не лучший метод. Сіздерде қандай сұрақ туады? Сізде қандай сұрақ туы мүмкін? Жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу ол ең керемет тәсіл емес. Воспитание личным примером это не лучший метод. Сізде қандай сұрақ туады? Қазір қарай, қандай сұрақ туады екен адамдарда? Балам әрең сөйлегенде менен басқа ешкім түсінбейді. Екінші балам. Мына сұрақтарыңызға Айнұр ертең телеграмда жауап береді, міндетті түрде де. Сонда қараңыздар. Енді шынымен бұл битіп емделіп кететін нәрсе емес, да, Айнұр? Солай ғой? Өз балаңды неше жыл емделдің? Емдедім дегенде, енді көп уақыт кетті енді, әрине. Айтып кетші, жаңағы проблема жайлы. Мына кісі айтып жатыр ғой, міне, да? Менің арайлым жолдас, 4 жасынан асқан балам әрең сөйлегенде менен басқа ешкім оқымайды. Сенде осыған ұқсас проблема болды? Иә, әрине. Менің балам 3,5-4 жасына дейін сөйлеген емес. Яғни, мен енді бармаған жерім, баспаған тауым болмады. Мен Қазақстанда бұған жауап таппадым. Өйткені егер менің балам, яғни әріптерді біледі, сандарды біледі, бірақ балалармен, басқа адамдармен қарым-қатынас жасамайтын. Мен невропатологтарға апардым. Невропатологтар маған не деді? Керісінше сенің балаң гений деді. Қалай сенің балаң 2 жаста жаңағы әріптерді біледі, ағылшын алфавитін біледі, значит, сенің балаң гений дейді. Бірақ мен, как специалист, түсінем, да, что бұл балада бір гиперкомпенсация болып жатыр. Яғни, былайша айтқанда, қазір это асинхронное развитие дейді. Яғни, дұрыс дисгармоничное развитие. Осы мен жауабын Англияда таптым. Сол жерде баламмен жұмыс жасадық. Былайша айтқанда, енді қазір 2-ші класс оқиды, уже балам толығымен сөйлейді, өте сондай эмоционалды интеллектісі жоғары, коммуникативті қасиеттері де өте мықты, яғни өте үздік оқитын, жаңағы интеллектуалды потенциалы өте жоғары бала. Мен жаңа Айнұр шындығында да өз проблемасын өз қолымен шешіп, арнайы Англияға барып, тура сол мамандықты оқығаннан кейін, соның қыр-сырын білді. Енді көптеген адамдарға қазір көмегі тиіп жатыр. Алла қаласа сіздерге де көмегі тиеді. Мен жаңа сұрақты босқа қойған жоқпын. Өз жеке басының үлгісімен тәрбиелеу ол жалғыз тәсіл емес. Ол керемет тәсіл емес дегенді. Воспитание личным примером это не лучший метод, это единственный метод. Өз жеке басының үлгісімен тәрбиелеу ол жалғыз ғана тәсіл, басқа тәсіл жоқ. Бұны айтып жатқаным, жаңағы 70% кешегі қойылған сұрақтардың өзі үлкендердің өзін тәрбиелеу керек болып отыр. Сондықтан біз курсқа Айнұр бала тәрбиесі жайлы өзінің білген, жинаған осы 10 жыл қазір тәжірибе, 4 жыл, 5 жыл университет, 15 жылдық тәжірибесімен бөліседі. Ал мен 30 жылдық өзімнің тәжірибем, кейінгі 10 жылдай мен осы нейробиология, психологияны оқып жүргеннен кейін адамның стрессті басқара алуы, өзінің эмоциясын басқара алуы, мүлде баласына қол жұмсамайтын мейірімді ата болу жайлы, үлкен кісіні тәрбиелеу жайлы мен өзімнің сабақтарды түсіремін. Бізге осындай курс өткізетін боламыз. Негізгі сіздерге тағы да бір сұрақ қойып кетейін, сөзді бөлте бір ренжімеңіздер. Көп адамдар айтып жатыр, мен эмоциямды ұстай алмаймын.
ашуланып кетемін, баламды ұрып жіберемін, зекіп тастаймын, содан кейін артынан кешірім сұраймын, оны жылаймын деп. Ол деген сөз жараны салып тастағаннан кейін, сіз пышақ салып алғаннан кейін кешірім сұрадыңыз не, сұрамадыңыз не, пайдасы жоқ да. Эмоцияны жаңа басқару үшін ашуыңыз келіп тұрған кезде ашуды қалай басуға болады? Өздеріңіз айтыңыздаршы, кімде қандай ақыл кеңес бар? Ашуды қалай басуға болады? Қалай, мысалы, кешке дейін қол жұмсап жіберетін болсаңыз, қойып жіберетін болсаңыз, оны зекіп тастайтын болсаңыз, соны қалай басқаруға болады? Сіз қалай басқарып жүрсіз? Қандай ақыл кеңестер естіп жүрсіз? Кітап оқисыз, тәлім тәрбие аласыздар, қалай деп ойлайсыздар? Жауап беріп көріңіздер сіздер. Өйткені мен оққаным 70-80% проблема адамдарда эмоциясын басқара алмайды, баласын біледі дұрыс емес екенін, бірақ өзін өзі басқара алмайды. Ашуға ерік беріп қояды. Осы проблема қалай шешуге болады? Қалай шешіп жүрсіздер? Анасы қандай болса, баласы сондай болады. Анасы үшін болса, баласы да агрессивті болады. Сабыр сақтау керек. Арай Рахат қызы жұмыс істемейді. Сабыр сақтау керек деп бәрі айтады. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Ашуланып бара жатсаң отыра қал, тіпті болмаса жата қал деп айтып жатады. Бірақ соны көмектескенін мен көрмедім. Өз басыма да, басқаларға да. Қалай шешуге болады? Санау керек. 1-ден 10-ға дейін санау керек. Кімді көрдіңіз? 1, 2, 3 деп санап тұрған адамды көрдіңіз бе? Көрген жоқсыз да? Өмірген дейтін баласы деп періп жүресіз. Соң едесіз, ойбай санау керек, ойбай деп санап отырасыз ба? Көрдіңіз ба осы ашуланған кезде? 1, 2, 3 деп санап тұрған адамды көрдіңіз бе? Істемейді да? Мен вебинардың соңында айтамын. Қалай осы ашуды жеңу керек екен? Қалай мүлде ашуға ызаға бой бермеу керек екен? Вебинардың соңында айтамын, соңынан тыңдаңыз. Арай жалғастыра бер. Ары қарай жалғастырайық. Ой, осыған байланысты, мына өзіңіз үлгісіз ба дегенге. Осыған байланысты психологияда өте сондай белгілі бір эксперимент бар да. Анасы мен баласын психологиялық кабинеттерге шақырады. Енді әртүрлі аналар келеді, әртүрлі балалар келеді. Психологиялық кабинетте енді тола кітап, тола неше түрлі ойыншықтар бар екен. Енді психолог мен қазір 5 минуттан кейін келем дейді, кетіп қалады. Ал шын мәнісінде ол кішкентай экран арқылы ананың баласымен қарым-қатынасын көріп отырады екен. Сонда 4 тип ана бар екен. Бірінші ана балаға тиме, ол сенікі емес, бір үнемі тыйып тастап отырады екен да. Екінші типтегі ана жаңа өзінің сумочкасынан журналды алып, соны парақтап, балаға мүлдем көңіл бөлмей отырады екен. Үшінші типтегі ана келесінше баланы танымға шақырып отырады екен. Кел көрейік, мына қандай күшті кітап, кел көрейік, қандай күшті ойыншық деген сияқты. Бұл үшінші тип ана. Төртінші ана бала сияқты ішіне кіріп кетіп ойнап кетеді екен. Білесіздер ма, енді психолог 5 минуттан кейін кіреді, енді балаға мотивациясына байланысты тест жүргізеді, неше түрлі тесттер жүргізеді. Сонда қай баланың мотивациясы үлкен, жаңағы танымдық мотивациясы үлкен деп ойлайсыз? Біріншінің ба, 2 ма, 3 па, 4 па, қайсысы ең дұрыс деп ойлайсыздар? Енді қарайық, не деп айтады екен? Қайсы дұрыс деп айтады екен? 4. Дұрыс. 3, 4. Негізгі 4 да, ең дұрысы. Баламен бала болып ойнау да? Яғни менің айтпағым осы жерде, яғни әке-шешеде өзінің сүйікті ісі болса, өздері кітап оқыса, өзі танымға құмар, құштар болса, бала да сондай болады. Өзіңіз үлгі болыңыз. Так, мына жерде әріп, мотивацияның өзінің ережелері бар. Мына балаға ешқашан ақшалай мотивация беруге болмайды. Кейбір ата-аналар бар, міне сен посуда жуасың, мен саған 50 теңге берем. Бүгін 5 алып келесің, мен саған 100 теңге берем. Болмайды. Мотивация іштен шығу керек.
позитивті фокус деген бар да. Яғни бұл жерде фокус, әке шешенің фокусы позитивте болу керек. 90% жағдайда, 10% жағдайда тек қана негативте болу керек. Кеше мен мынандай не айттым да, бала бордюрмен келе жатады, бала құлап қалады, әкесі неше түрлі балаға сөз айтып ұрсып тастайды, иә? Сонда бұл жерде әкесі мына баланың бордюрмен 9 шаг жасаған көрмей тұр да, бір шаг қате жасады ма, болды. Ұрысты, жекіді, сынап тастады, мінеп тастады. Яғни балада керісінше позитив жағынан көп көңіл бөлу керек та. Молодец балам, сен 9 шақты дұрыс жүрдің, ал 10-шы шақта сен құлап қалдың, ештеңе етпей деп тағы да көтеріп, ары қарай бордюрмен жүріп кету керек негізі бала деген. Сол кезде ғана балада позитивті фокус болады, және бала қателіктерді жасаудан, қателіктерді жасаған кезде үйренеді да қателіктерден. Том Сойер эффектісі, енді бәріңіз білесіз, Том Сойер деген кім екен? Яғни бұл жерде жұмысты ойынға айналдыру керек. Мысалы, балаңыз үй жинамайды, балаңыз ойыншықтарды шашып тастайды, жинамайды. Осы жерде сіз, ол жұмыс қой, сіз оны ойынға айналдырып жіберу керексіз. Кел, кім бірінші жинайды деген сияқты, кел мына ойыншықтарды баскетбол сияқты лақтырайық деген сияқты. Яғни жұмысты біз ойынға айналдырып жіберсек, бала оны қызығушылықпен жасайды. Бала неге оқымайды деген тақырыпқа көшсек, бала неге оқымайды? Ең үлкен проблема осы қазір, да? Мен жаңа адамдардың да жазып жатқанын қарап отырмын, да, көп айтады. Балам үшпен неме дейді, балам оқымайды, сабақ қарағысы келмейді. Осы жайлы көбінесе осы екен. Осыған тереңірек тоқтайықшы. Қазір ата-ананың негізгі проблемаларының бірі, да? Неге бала оқымайды? Мен мына жерде бала қорқынышы дедім да, бұл да өте базалық психологияға байланысты да. Балада үйдегі атмосфера жақсы болса, бала оқиды. Мысалы, неблагополучный бір отбасыларда көбінесе арақ ішетін балалар жақсы оқымайды. Бір мүмкін мыңнан біреу бір суырылып шығуы мүмкін, бірақ көбінесе балалары оқымайды. Неге? Өйткені ол бүкіл танымға деген кететін энергияны әке шешесін уайымдаумен кетеді, бір нәрсені ойлаумен кетеді. Яғни үйде атмосфера дұрыс болса, бала оқиды. Осыны біз қамтамасыз ету керекпіз. Яғни ең басында айтып кеттім, қауіпсіздік сезімі. Бірінші қауіпсіздік болу керек, содан кейін ғана таным болады. Ол бірінші бала қорқынышты жайлы. Баланың түсінбеуі, қызығушылығының жоқтығы. Бала бір материалды түсінбесе, ол оқымайды. Мысалы, өзіміздің мектеп кезімізді еске түсірейікші. Мысалы, мен өзім алгебраны жақсы көрмейтін, алгебра, геометрияны сол күні мектепке барғым келмейтін. Неге? Потому что қашатынмын. Сондықтан бала түсінбесе, ол үнемі қашады, оқысы келмейді. Осы жерде балаңызға жақын болу керексіз да. Балам қазір түсінбей жатыр. Мүмкін оған басқа мұғалім керек шығар. Мүмкін оған басқа репетитор керек шығар. Мүмкін оны басқаша қызықтыру керек шығар. Бірақ көбінесе ата-аналар осы жерде балаңызбен жақын болмайды да, осындай бір проблемаларды көрмейді. Мен осы кезде кішкене қоса кетейін. Баланың бір нәрсені түсінбегеннен кейін, оны табандылыққа шақыру, оны мақтау, оны бірдеңемен қызықтыру, былайша айтқанда бос әуре. Бала бәрібір оны махаббаты болмайды. Түсінбеген нәрсені оқығысы келмейді. Неге дейсіз ба? Неге десеңіз, негізгі кез келген тірі жанның үш қажеті бар да. Біреуі аман қалу, екіншісі тамақ тауып жеу, үшіншісі ұрпақ жалғастыру да. Соның ішінде тамақ тапшы болған кезде, бағана көрдіңіз, 2.600.000 жыл бойы өмір сүріп жатқан адамдардың миы атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр ғой. Сонда ой еңбегі мен ден еңбегі бар да. Адам қимылдағанда ден еңбегі, ал ой еңбегі ойланғанда.
ойланғанда мына префронтальный корасы бүкіл глюкозаны жеп қояды. Кішкене ойлана бастаған кезде, басы қата бастаған кезде ол тез энергияны жеп қояды да, сол кезде мидың жан сақтау функциясы ойланба деп тұрады. Өйткені тамақ жоқ. Ол қанша тырмысқанмен де миы рұқсат бермейді. Сондықтан оны мәжбүрлеп өте қажет емес, әсіресе жас баланы. Сондықтан оны осы жерде кішкене демеп жіберу, көрсетіп жіберу, жолды жеңілдетіп жіберу керек. Ал қиын есепті, қиын нәрсені істеген кезде жасаса, бала дамиды деген ол бос әуре, мәжбүрлеу бос әуре, алдау бос әуре. Оның өзі түсінбейді. Неге барғысы келмей тұрғаны? Бейсана бірдеңке оны ұстап тұрады. Ал не ұстап тұр десеңіз, оның миының жан сақтау функциясы, өзінің инстинктісі. Сен қатты ойланып жатсың, энергияң кетіп жатыр. Енді тамақ жоқ, сондықтан сен ойланба деп айтып тұрады. Осыны түсіну керек. Келесі себеп бұл физикалық шаршау немесе неврологиялық себептері болуы мүмкін. Мынау физикалық шаршау бұл қалыпты нәрсе, әсіресе мынау жас жеткіншектерде. Мынау жас өспірімдік кезде бала деген тез өседі. Бір сәтте бала деген бойы 185, жаңа аяғының өлшемі 45-ші размер болып кетуі мүмкін, бірақ мынау оның ішкі органдары оған сәйкес келмейді. Осы кезде апатия болады, осы кезде балада физикалық шаршау болады. Бұл физикалық шаршау. Енді неврологиялық себептерге мен көп көңіл бөлгім келіп тұр да қазір осы жерде. Өте маңызды нәрсе, бала қалай туылды, қашан сөйледі, қашан жүрді, қашан еңбектеді. Баланың мысалы 3 жасқа дейін сөйлеуі кешіксе, бала оқыған кезде бұның барлығы шығады. Бала оқысы келмейді, просто жаза алмайды, оқи алмайды. Мысалы бір мамалар болады, балам зеркальный жазады дейді, әріптерді алмастырып, терісінен жазады. Мен уже сразу білем. Уже қай жерде, мидың қай жері дұрыс істемей тұр. Егер осы жерде нейрокоррекция жасасақ, уже дұрыс жазып кетуі мүмкін да баланың. Ол неден пайда болды? Ол кішкентай кездегі неврологиялық себептері. Кішкентай кезде балада бір малейший бір дисфункция болды. Енді бұл нәрсе қазір шығып тұр да. Сондықтан осы неврологияға көп көңіл бөлуіміз керек. Енді білім құмарлықты қалыптастыру. Қалай қалыптастырамыз? Балаға автономия беру керек. Бала өз бетінше жұмыс істеп, өз бетінше оқып үйрену керек. Біз қазір мынандай тенденция бар да, біз баламызды жетектейміз, әсіресе қазір онлайн оқу, қасында отырамыз, жаңа кнопкасын басып отырамыз, қадағалаймыз, жаңағы баланы мектепке апарамыз, алып келеміз. Ал баланың өзінің мотивациясы қайда бұл жерде? Баланың өзінің қызығушылығы қайда? Бала өздігінен қашан жұмыс жасайды? Кейбір ата-аналар болады, тіпті мынау өзінің жаңағы кітаптың бетін ашып береді, міне мынау қазір саған мына жерді оқу керек деп айтады да. Бала оны кішкентай кезден өзі үйрену керек. Өзіне керек па? Өзі оқу керек. Негізі біз ата-ана ретінде көбірек автономия, көбірек балаға самостоятельность берсек, бала өзі оқиды. Осы жерде негізгі адамды орнынан қозғайтын екі күш бар дейді да. Кез келген жан иесін орысша боль и удовольствие дейді да. Біреу рахат алу күші, екіншісі қорқыныш күші. Енді бұны кнут и пряник деп айтып жатады, не қамшы, не алдына бір кәмпит беру керек. Бұлайша қозғалмайды. Осы жерде мына дофамин деген гормон бар, нейромедиатор. Ол үміт гормоны, арман гормоны да. Содан кейін серотонин деген гормон бар. Ол мақтау гормон. Мақтаған кезде туады. Адамды бір басқаларға қарағанда алдыға жеткен кезде, озған кезде сол серотонин ойнайды. Ол бақыт гормоны. Ол кез келген жан иесінде бар да. Сондықтан балаға ынтасын тудыру үшін, жаңа бәрі айтып шығар, баланы білім құмарлыққа қалыптастырып, шіркін-ай, өзі оқып кететін бала болса, мен қалай бақытты болар едім, өзі құлшынып оқитын бала болса, қалай бақытты болар едім деп отырған шығарсыздар. Оны шынымен мына нейробиологияны, нейрофизиологияны білген адам ынталандыра алады. Ынталандыру үшін дофамин туғызу керек. Дофамин қай уақытта?
осыдан кейін сен бір нәрсеге жетесің. Моралдық мотивация, материалдық бір мотивация да, ақша беру емес әрине. Онан кейін мақтап отыру. Сонан кейін мынаны істеп тастағаннан кейін сен демаласың. Мынаны істеп тастағаннан кейін ойнайсың. Мынаны істеп тастағаннан кейін ой сен жарайсың, менің балам жарайды деген бір мақтау естиді. Сонан кейін осы неменеде 90-ды осындай аяқтасаң, осындай бағалсаң, сенімен бір саяхатқа барамыз, демалысқа барамыз, болмаса өзі армандап жүрген бір велосипеді бола ма, бірдеңкені алып береміз деп. Балаға да, үлкен адамға да жетелейтін арман, мақсат. Сол арман, мақсат қол жетімді болатын болса, және шынымен қол жеткеннен кейін сіз оны беретін болсаңыз, сол кезде дофамин оянады, ал мақтаған кезде серотонин оянады. Осы гормондар арқылы баланы басқаруға болады. Ол үшін оның негізгі түбін түсіну керек. Баланы қалай басқару керек екен. Ол да адамның тәнін басқаратын биохимия ғой, биохимиялық процесс. Қызығушылық жайлы айтайыншы, иә. Мынау баланың қызығушылығының артынан бару керек. Менде, мысалы, ұлым 6 жасында космос жайлы, күн жүйесі, планета жайлы көп білгісі келетін, иә. Мен 8 планета, күн бар, жаңағы осы ғана білімдермен шектелмей, біз интернеттен көп өзіміз ізденетінбіз, иә. Сонда менің баламның уже білімі галактиканың қандай түрлері бар, жаңағы астероидтардың қандай жаңағы аттары бар, яғни осының барлығын уже өздігінен іздеп дамыта берді. Яғни осы жерде әке-шешенің кішкене көмегі керек та. Кішкене қызығушылығы болды ма? Болды. Осы қызығушылық арқылы ары қарай өзі дамыта беру керек та. Жаңа өзің айтып отырсыз ғой, мысалы, дофамин. Қазіргі мен көрген балалардың дофамин дейді ғой, бала телевизор, компьютер ойнап отырған кезде балада дофамин түзіледі, ал егер мысалы 3 сағат компьютерде отырған баланың дофамині МРТ-сін алатын болсақ, мида наркотик шеккен адамның ми екеуі бірдей болады екен. Дофамин қай уақытта бөлінеді? Әне-міне жеңіске жетем, бұдан кейін бір қызық болады, бұдан кейін бір қызық болады деп. Сізді Инстаграмға байлап отыратын, ютубқа байлап отыратын, бір телесериалға байлап отыратын, және баланы да ойынға байлап тастайтын сол дофамин. Енді сол дофаминді білім алуға, спортпен айналысуға да пайдалануға болады. Мысалы, пышақпен нан кесуге де болады, пышақпен кісі өлтіруге де болады. Сол сияқты дофаминді білген адам, ол қай уақытта бөлінеді, оны қалай пайдаланған білген адам баласын басқара алады. Білмеген адам күшпен басқара алмайды. Келісесіз ғой? Иә, мысалы, қазір бала телевизор көріп отыр ма, ода дофамин бөлініп отыр, Енді ол үнемі сол дофамин бөлінсе екен деп отырады, ол құмарлық пайда болады балада. Балада, мысалы, бала ойнаған кезде де дофамин бөлінеді. Мысалы, бір жаққа шығып, кішкентай балалар болады, орындыққа шығып, бір нәрсені алып, ауызда ручканы аузына салып дегенде, бұл жерде де дофамин бөлінді. Бірақ ол қалай бөлінді? Еңбек арқылы бөлінді. Бұл басқаша. Ал телевизор көріп, жаңағы гаджет ойнап бөлінген дофамин басқаша. Дофамин бөлінсе, еңбек арқылы бөліну керек. Бұл ең дұрысы осы. Не нәрседен дофамин көп бөлінсе, соны бала істеуге құмар болады. Өйткені дофамин деген бақыт гормоны, ол кішкентай ғана сұйықтық мида да. Сол сұйықтық бөлінген кезде адамда балада бір бақыттық сезім сезінеді, наркотик сияқты да. Ал серотонин, қай уақытта не нәрседен серотонин көп бөлінсе, сол кезде неменеде соны да істеуге бала құмар болады. Қай уақытта не болды, неге қосып кетті? Кеттік, Енді жаңағы білім құмарлықты қалыптастыру, жаңағы қызығушылық туралы айтып кеттім, баланың өзінің қызығушылығын табу керек. Сол қызығушылығы арқылы сіз оның білім құмарлығын оятасыз. Мынау не маңызды? Сыртқы мотивация маңызды ма, ішкі мотивация маңызды ма? Осы біздің көбінесе мектеп жүйесі да әлі дұрыс дамымағанда, мен мысалы Англияда оқып жүрген кезде бізді қалай бағалайтын? Ешқашан жаман баға қоймайды. Мысалы, біз эссе тапсырамыз, бізге кері байланыс берген кезде
сондай позитивный кері байланыс береді да осы уже енді nice деп қояды, яғни дұрыс. Бұл да негізі жақсы баға nice дейді, немесе excellent дейді, немесе good деп қояды да, ешқашан жамған баға қоймайды. Қазір мына біздің жаңағы мен ұлымның, қызымның мектепте оқитын балаларым бар да, мына ашып қойсам қып-қызыл да дәптерлердің беттері, иә. Білмеймін енді осыдан кейін бала қалай оқиды. Сондықтан правило зеленой ручки деген бар да. Жақсы нәрсені надо замечать, жаман нәрсені надо замечать. Яғни 10% позитив сәттілікке ұмтылу көрсету керек та, 10% ғана негатив болу керек. Правило зеленой ручкиді айтып кетші, бір адамдар өзіне немен сайып қалсын. Правило зеленой ручки дегеніміз, мысалы, бала диктант жаздық дейік, 10 сөзді жазды, мысалы, 2 қате жіберді. Мынау жаңағы қате деп қызылмен бояғаның орнына мынау дұрыс жасағандарын бояп кету керек та, жасылмен. Сонда бала сәтсіздікке емес, жаңағы позитивні жағына ғана, сәттілікке қара, жаңағы фокусы сол жақта болады да. Бірақ білмеймін, енді қазіргі мұғалімдер көбінесе қолданбайды. Өкінішке қарай қолданбайды да, ал негізінен бұл балаға деген қандай мотивация, енді бір немені оқып кетейінші, кері байланыс жасап кетейік да. Тер Верт дейді, мен қайын апамның баласы 2,5 жасынан жазу біледі, дөңгелек, 4 бұрыш дегендерді сала алады. Раскраска дегендерді анық шығармай күшті бояйды. Бірақ менің балам 3,5 жас, бірақ жаза алмайды дейді. 3,5 жастағы бала жаза алмайды деп, мына кісі қатты қайғырып отыр. Салыстырмалы түрде. Осыған не айтасың? Оған жазудың қажеті жоқ. Мен айтып кеттім ғой, баланың мынау маңдай бөлігі тек қана 6,5-7 жасында ғана дами бастайды. Оған дейін балаға жазу, сызу керек емес. Бала ойнау керек, күлу керек, ойынға қану керек, секіру керек, еңбектеу керек. Осымен бала дамиды. Яғни бірінші ірі моторика. Баланың маңызды емес, өзіне мақтануға маңызды. Анадан қалып бара жатырмын, анаң баласы озып бара жатыр деген ұмытыңыз өзіңізді. Сіз баланың болашағын ойлаңыз. Маман айтып отыр ғой, бұл ерте баладан, ерте оқығаннан, ерте жазғаннан ол гений болып, керемет үлкен биікке шығып кетпейді. Осыны түсініңіз. Сіздің балаңыз сөзсіз гений болады, бірақ оның жаңағы сол жақ бөлімі, яғни эмоциясы дамымаса, бала стрессоустойчивый болмайды. Зачем сізге мына стрессоустойчивый емес гений? Зачем? Балалық шағын ұрламаңыз. Көп ата-аналар баланың балалық шағын ұрлап алады. Ертерек есейткісі келеді, ертерек жазып, оқып, нетіп кетсем деп. Оның түк қажеті жоқ шынымен. Егер балада бәрі жақсы болса, ойынға қанып дамыса, ол жаза да алады, санай да алады. Оны тез үйреніп кетеді негізі бала. Егер балада база болса. Ал база немен қалыптасады? Мынау баланың ойнауымен, ойынға қануымен, мысалы, бала далада ойнайды ғой, далада ойнағаның өзі білесіз бе, қалай баланы дамытады. Мысалы, балалар далада топпен ойнайды. Осы жерде не дамиды балада? Коммуникация дамиды. Бала мысалы далаға шығады, біреумен жаңағы тығылмашақ ойнайды. Бұл не дамып жатыр? Стратегическое мышление дамып жатыр. Енді мысалы ол ойнайды, секіреді, качеледі, мысалы жаңағы качеледі деймін. Несі дамып жатыр? Вестибулярный аппарат дамып жатыр. Яғни бала бірінші ойнатып, біз баланың миын толығымен жетілдіріп аламыз да, содан кейін ғана мынау лобный доляға көшеміз. Ол лобный доля 6,5 жасынан 21 жасына дейін сізде уақыт бар бұны дамытуға. Енді мына жерде дамып жатқандығын бала сезіну керек. Мысалы, балаға не айтамыз? Сен кеше мысалы барабан деген сөзді жаза алмадың, қатемен жаздың. Бүгін барабан деген сөзді жаза алмадың. Бүгін барабан деген сөзді қатесі жазып жатсыз. Яғни балаға кеше қандай болдың, бүгін қандай болдың. Яғни осыны көрсетіп отыру керек та, сен қазір дамып жатырсың деген.
енді мына жерде big picture әдісі дейді. Big picture дегеніміз жалпы саған не үшін керек бұның барлығы. Мысалы, география. Бала географияны оқысы келмейді, иә? Сіз оған айтасыз, не үшін керек саған география? Сен ертең саяхатқа барасың, сен ертең әлем көресің, саған сол үшін керек. Мысалы, жалпы тарихты оқысы келмейді, не үшін керек саған? Ертең сен білімді боласың. Қазіргі мысалы ата-аналар да менде сынап кеткен емес енді, өздері неге қызықтайды? Инстаграмда біреудің жаңағы ажырасқанын көреді, ішкен жегенін көреді. Ал егер мен анада инстаграмға салдым да, сіз инстаграмдағы әншілердің өмірін көргенше, неше түрлі Earth Focus, Earth Planet деген неше түрлі каналдар бар да, бүкіл әлемді көрсетеді. Әлемде қандай қызықтар бар, жаңағы әлемде қандай мысалы керемет жерлер бар, иә? Яғни сіздің өзіңіз даму керексіз да. Мысалы қазір кез келген музейді онлайн қарап шығуға болады, Луврды қарап шығуға болады, кез келген музей, Эрмитажды қарап шығуға болады. Сіз оны жасап жүрсіз бе, сіз оны істейсіз бе? Неге өзіңіз істемесеңіз, қалай балаңыздан мысалы таным, оқы деп айтасыз? Осыны да аңғару керек та. Тағы да. Енді сұрақ жауапқа көшейік. Енді мен негізі осымен менің презентациям енді бітті. Мен ойлаймын, енді көп нәрсе алған шығарсыздар енді. Мен бағанағы неменемен жауап беріп кетейін. Адам ашуланып тұрған кезде, қаның тасып тұрған кезде, қаның басыңа шауып тұрған кезде, жағың сықырлап, жұдырығың түйіле бастаған кезде, көп жағдайда оған да жеткізбейміз да, қалай сарт еткізіп ұрып жүргенімізді білмей қаламыз, қол жібергенімізді білмей қаламыз. Не істеу керек? Ашуды қалай басуға болады? Бұл жерде ашу деген, мысалы, ашуыңыз келіп тұр. Бұл ашу деген нәрсе деген не? Ашу деген адамның агрессиясы да. Ол мына мажы немеде миндалевидное тело дейді, амигдала деп айтады. Содан сенің өміріңе бір қауіп төніп тұр. Ол кішкентай адам екен деген ми оқпайды. Біздің инстинкті миымыз. Әуел десеңіз, телефоныңыздың қуаты бітіп бара жатыр ма, автобусқа кешігіп бара жатсыз ба, сізде бірден сос, агрессия туады, қорқыныш туады, үрей. Сол кезде мына мидағы амигдала бүйрекке, бүйрек безіне, надпочечникке команда береді. Енді секундтың 100-1 бөлігінде өте тез. Содан кейін надпочечник бірден сіздің бүйрегіңізге, бауырыңызға команда береді, бауырыңыз майдай бастайды, бұлшық еттеріңізге команда береді, бұлшық етіңіз стрессе бастайды, қан айналым жүйесіне команда береді, басыңызға қан кете бастайды да. Сол кезде кім санап отырады? Жаңа айтады, біреу суық суға түсу керек, біреу намаз оқу керек, біреу отыра қалу керек дейді. Оны істеп жатқанға уақыт жоқ. Сіз мына шипучий аспирин деген суға салып жүрсеңіз, ол бұрқ етіп қайнап кетеді. Дәл сол сияқты биохимиялық процесс кетті. Сол кезде сіз сабыр деп өзіңізді қолға ұстайтын болсаңыз, сіз бір аяғыңызбен газды басып жатырсыз, бір аяғыңызбен тежегіш тормозды басып жатырсыз. Осы кезде не болады көлікте? Көлік жанып кетеді. Көліктің мына тежегіші, тормоздың колодкасы жанып кетеді. Ол мүмкін емес. Ашуды тежеу деген мүмкін емес, өте қиын. Не істеу керек? Ашуды тудырмау керек. Ашуды тудыра алмайтындай жағдай көру керек. Тіпті ашуланайын десеңіз де, ашулана алмайтындай жағдайға жету керек. Сол кезде сізге тежегішті басып керек жоқ. Газ басылып жатқан жоқ. Мен жаңа біраз адамдар мені танып жатыр. Мен 60 күндік аламан курсын өткіземін. Онымен қоса өзгеріс деген курстарды өткіземін, психологиялық курстарды. Сол жерде ажырасу мәселесі, әсіресе стресс, депрессия мәселесі, ашуды тежеу мәселесі мен практикалық сабақтар жүргіземін. Бір-екі жағдай болды. Сол жайлы айтып берейін. Сіз де соған қол жеткізе аласыз, алла қаласа, осы білімдерді меңгерсеңіз. Бір азамат айтады, бір рет, прям осы бір ай сабақ оқығаннан кейін, жаңағы аламанда біз аптасына бір ақ тоқтамыз ғой. Әдетте мына жолақтан, пешеходный переходтан мен жүгіріп өтем дейді. Өзім солай әдеттеніп кеткем, жылдам өтейін деп. Бір күн сол жолақтан өтіп бара жатқан кезде бір шағын автобус келіп қақты дейді, микроавтобус. Қаққан кезде 4-5 метр жерге ұшып кеттім дейді. Шопыр деген көз бақырайып шошып кеткен автобустағыларды, микроавтобустағылар көріп отыр, шу ете түсті дейді. Сонда аунап тұрғаннан кейін қарасам бойымда ашу-ыза жоқ дейді. Бұрын дейді
өйтіп қақпақ тұрмақ, кішкене жолымды кесіп өтсе, мен жүгіріп барып ана шопырды алып шығып, жағын сындыратын едім дейді. Өзі былай өте немене жігіт та, ірі жігіт, көрініп тұр мықты екені. Содан кейін ақырын тұрып бардым да, ана жүргізушінің терезесінен барып, әй бауырым, байқамайсың ба? Мертіксе қайтасың, өлтіріп кісі басып кетсең қайтасың деп едім. Ана шопыр таң қалды дейді. Ой аға, қандай сабырлы адамсыз деп. Өмірімде бірінші рет қарасам, менде ешқандай агрессия, ашу жоқ дейді. Екінші бір жағдай, тура сондай тағы бір жігіт айтады. Салман деген жігіт, Самат деген жігіт. Астанаға кеткен дейді іс сапарға. 3 күннен кейін әйелім звондайды. Содан кейін қайынбике екеуі былай дейді, шарт жүрт етеді дейді. Содан кейін айтады, әй ана Шолпан тағы да маған звондады, маған найе жасады, үйтті бүйтті, оңбаған деп. Маған ренішін бүкіл ішіндегі запыранын айтып жатыр дейді да. Тыңдап алдым да, әй Сәуле, қайтесің оғымен сөйлесіп? Оған ашуыңды зап қайтесің, сен ақылдысың ғой. Білесің оның сондай мінез екенін. Жарайды, қоя сал, айналайын, сен ақылдысың ғой деп едім. Әйелім шок болды дейді да. Сен бұрынғы заман болса дейді, мен жеті атасынан тура сыбап тұрып, боқтап беретін едім дейді. Әйел соны күтіп тұр, оған үйренген шартта шөртпен. Маған не болды деп, шок болып қоя салды дейді. Өзім шексілім қатып күлдім дейді. Қарасам, бойымда агрессия жоқ дейді. Сондықтан біз жасайтын курстарда сіздерге қалай мүлде агрессиямен күресіп емес, агрессияны келтірмейтін, ашуыза тудырмайтын жағдайды қалай үйренуге болады. Сол жайлы сіздермен бөлісетін боламыз. Мен сіздеріңіздің өзіңізді тәрбиелеуге көмектесемін сол курстарда. Ал Айнұр ханым баланың проблемасы, жаңа өте көп сұрақтар қойылып жатыр. Солардың Айнұр өзің қарап біраздан жауап бересің да. Мына жерде мынандай сұрақ бар да. 2010 жылғы қызым бар, қазір 5 класс оқиды, сабаққа деген қызығушылығы мүлде жоқ, ұяламын, вообще оқи алмайды, талай репетитор жалдадым, өзім де оқуға тырысып көрдім, невропатолог позднее развитие дейді, менің жаңағы айтқан нәрсем. Яғни мына кішкентай кезінде позднее развитие болса, мына оқыған кезде бұның барлығы шығады. Енді осы жерде мен не дер едім? Нейрокоррекция жасауға болады бұл балаға. Нейрокоррекция. Тағы да мынандай сұрақтар қойып жатыр да, мына 3,5 жас балам сөйлемейді, 3 жас балам сөйлемейді. Негізі 3 жасқа дейін күтудің қажеті жоқ. Мына 3 жасқа дейін задержка речевого развития болса, уже 3 жастан кейін баланың миы через сөйлеу, через речь дамиды да, уже балада психикалық тежелу болуы мүмкін да. Сондықтан бала 2 жасына дейін сөйлемеді ма, уже жаңағы врачтарға барып, невропатолог енді бірінші адамыңыз көрінеді, ол невропатолог болу керек. Қазір енді осы жерде айтып кетсең, ЭЭГ тапсырасыз, УСДВГ шейных сосудов тапсырасыз, сосын АСВП, КСВП деген құлақты тексеретін аудиограмма тапсырасыз да. Яғни уже көру керек, яғни 3 жасқа дейін күтпеңіздер деп айтар едім. Мына жерде тағы да айтып жатыр да, балам өтірік айтады дейді. Балам 6 жаста өтірік айтады дейді. Енді өтірік айту туралы мынандай енді мидың ерекшелігін айтатын болсам, 3 жасқа дейін бала ешқашан өтірік алдай алмайды, да, потому что оның мышлениесі оған жетпейді енді, айта алмайды. Ал 5-6 жасқа келген кезде баланың мышлениесі предметно образный, да, осы кезде жаңағы балада фантазия болуы мүмкін, жаңағы енді бұл да дамудың бір кезеңі да. Негізі балаңыз өтірік айтатын болса, мысалы 5-6 жаста, бұл нормада болуы мүмкін. Яғни айтып жатыр да, көбінесе жаңағы мақтанып айтады дейді да. Яғни балада қазір фантазия дамып жатыр. Образно предметное мышление, потому что так. Мен бір сұраққа жауап берейін. Арай Рахатқызы 2 рет жазды. Сабыр сақтап жұмыс жасамайды деп жатыр едіңіз. Ол да жұмысында жаңа өзіңді айтып отырдыңыз ғой. Мен өз сөзім қарсы шыққан жоқпын. Ашуланып тұрған кезде сабыр сақта деп айту, тоқтату деген сөз, ашу өзінен өзі келіп тұр. Биохимиялық процесс кетіп қалды. Уже мидан процесс кетті, химия қайнап атқан сияқты да. Сіз сол кезде сабыр деп өзіңіз саусақпен санайсыз ба, отыра қаласыз ба, тағы бірден істейсіз ба? Кім қаны қайнап тұрғанда барып суға жуына қояды, немесе намаз оқып кетеді? Ол жұмыс істемейді. Жұмыс істейтін нәрсе мынандай.
ашуланбайтын адамдар болады, ашуға сирек ашуланатын болады. Сізге негізгі солай болуды үйрену керек. Ал туған ашуды тоқтату өте қиын, сабыр сақтау. Менің жеткізейін деп отырғаным осы. Сабырлы болу емес, ашуланбайтын адам болу, агрессиясы жоқ адам болу. Оны үйренуге болады. Кез келген адам бір жаттығулар арқылы оны қалыптастыруға болады. Так. Ұлым 12-де телефоннан бас көтермейді дейді. Енді көп адамдар осы сұрақты қойып жатыр. Телефоннан бас көтермейді, гаджеттарға тәуелділік бар. Мен не айтамын енді осы кезде? Енді әр отбасында белгілі бір ереже болу керек. Сіз ересексіз, ол кішкентай, ол бала. Сол жаңағы ереженің сақталуын сіз қадағалайсыз. Бүгін мына 2 сағат отырасың дедіңіз ба? Болды, бала 2 сағат отыру керек. Келесі күні қысқарта бастайсыз. 1 сағат 50 минут, келесі күні 1 сағат 40 минут, солай. Енді мынау өте сондай бір ауыр формалары болады. Енді мынау баланың интернетке тәуелділігінің, оны қайдан білеміз? Көбінесе балада апатия болуы мүмкін, бұл агрессия болуы мүмкін. Уже бала деген мынау басқа балалармен уже ойнағысы келмейді. Сондай осындай кезде әрине маманның негізі көмегі керек. Может даже медицинский көмек керек болатын шығар, сондықтан мына гаджетті кейін көрсетсеңіз, мысалы 3 жаста емес, 2 жаста емес, кішкене мысалы 5 жаста, 6 жаста көрсетсеңіз, тәуелділіктің ықтималдығы өте аз. Сонымен тағы да мынандай заңдылық бар да, неге бала гаджетқа тәуелді? Көбінесе 80% жағдайда балада мынау шынайы өмірде қарым-қатынас жетіспейді. Сосын мынау бала спортқа бір қызығушылығы болса, бір өнерге қызығушылығы бар балалардың 90%-інде негізі мынау гаджеттарға тәуелділік жоқ екен. Сондықтан мына баланың, жеткіншек балалардың бос уақыты болмау керек деп айтады ғой. Осы мен негізі дұрыс деп санаймын да, егер балада тәуелділік болса. Мен бір қарапайым тәсіл айтайын, бұл балаларға да, үлкендерге де жұмыс істейді. Мүлде тиым салғаннан гөрі, бірден мысалы бір құмарлыққа, бір нәрсеге құмар адамды бірден тиіп тастау қиын. Оңен агрессиясы туады, жылайды, өкпелейтін болады. Сондықтан мынандай 10 минут деген тәсіл қазір жазып алып, өзіңіз қолданып көріңізші. Жақсы, 10 минуттан кейін ала қой, бір 10 минут сабағыңды оқы дейді. Ол бала мүлден сағатына қарап отырмайды. Сөйтіп, мысалы, бұрын тез көп уақытын кетіретін бала уже 10 минут емес, 20-30 минуттан кейін қайтадан телефонға келуі мүмкін. Қазір мына үйді жуып таста, сабағыңды оқы, барып кел, 10 минуттан кейін аласың деп. Сөйте ақырын азаяды. Ал енді сәл есейген балаға қарапайым мына қазақта сөз бар да, бала берсең сана бер дейді. Сана бермесең ала бер дейді. Адамның миының санасы деген сөз, ол белое вещество да. Соны уплотнять ету үшін бала бір нәрсеге назарын ұзақ отырып ұстай білу керек. Қарапайым бір 5 минуттық медитация жасау. Баланы кішкене 9-10 жасқа келген баланы осы тәрбиелеп үйретуге болады деп ойлаймын. Қарапайым ғана медитация, ешқандай ол үшін бір позада отырып, саусақты ұстап, музыка қойып қажет жоқ. Бір 5 минут бойы, соны баланы алдап көндіруге болады. Егер сөйтіп менімен бірге отырсаң, содан кейін мен саған телефон берейін, және бірден істейін деп. Сол кезде 5 минут бойы тек қана тынысты бақылау керек. Балаға айтасың, тік отырасың, қимылдамайсың деп, қимылдама, бір жерін қышып тұрса, қасыма деп. Көзіңді жұмады, тік отырады да бүйтеді. Өзіңіз қоса жасап үйреніңіз. Мына дем кірген кезде мына адамның желбезегіне тиеді де, соны қарап, ішіңе қалай дем кірді, қалай шықты, соны бақылау керек. Сол кезде айтасыз, басқа ойың басқа жаққа кетіп қалса, бүкіл ойыңды мына тынысқа бақыла. Қанша минут тынысын бақылай алады екенсің. 15-20 секундтен кейін ой кетіп қалады, қайтадан тынысты бақылайды. Соң айтасың, аяғыңа салғың келіп отырма, бір жерін қышып тұрма, қозғалайын дейсің ба, қозғалмайсың, ескерткіш сияқты отырасың деп сөйтіп айту керек. Ойың басқа жақ кездесе қайтадан қуып, мына тынысың алып келді. Осы кезде
баланың санасы артады, өзін сырттан бақылай алу күші артады. Сол кезде ол тек қана жаңағы осы санасы арқылы өзінің бір нәрсені сабақ оқуды, бір нәрсені тезірек жаттап алуды, игеріп алуға мүмкіндік артады. Мына кәдімгі нейрондарындағы байланыс артады. Бір, екіншісі жаңағы тәуелділіктің жаман екенін, бұның артында үлкен бір зиян тұрғанын. Жақында, осыдан бір 3-4 ай бұрын менің балдызым немерелерін алып келді. Сонан кейін өстіп отырды, телефонынан көп ұстай береді, телефонды көп ұстай береді дегенде, мен оларға естіртіп, бірақ ол балаларға қарап емес, басқа бір кісіге айтып отырғандай ол. Балалары мен қаттырақ айттым. Қазір телефонда көп қараған балалардың мына қарашығында тесік пайда болады екен. Мен оны шынайы бір жерден оқыдым. Қарашығында тесік пайда болады екен де, кейін ана балалар соқыр болып қалады екен деген сөзді ана балаға емес, апасына айттым. Содан кейін ертеңінде маған ана балдызым Сәлима рахмет айтты. Әгі сөзді естігеннен кейін, үлкен адамды естігеннен кейін, немерелерім телефонға жоламайтын болды дейді. Содан кейін неге телефонға жоламайтындар деп едім, ақаяқ айтты ғой, ана телефон көп қарайтын баланың көзінің қарашығында кәдімгідей тесік пайда болады екен деп айтты. Содан кейін қорқып қалды дейді. Содан кейін телефонды оған ұрыспай, жекімей, төбелеспей, ол бір сабырлы отырған кезде, біз сізбен бір жақсы қарым-қатынаста отырған кезде бұның зиянын айтып түсіндіру керек. Әрине, кішкене ересек балаға. Тағы да қандай сұрақтар бар? Жаңағы гаджет туралы айтып кетейінші тағы да. Мынау көбінесе бұл әке-шешенің жауапкершілігі да бірінші. Қазір мынандай тенденция бар да, балалар да тәуелді, әке-шешесі де тәуелді. Екеуі де тәуелді, екеуінде де проблемасы бар да. Сондықтан бірінші өзіңізден бастайсыз да. Өзіңіз балаңызға гаджетті қой дедіңіз ба, өзіңіз де гаджетті қойыңыз. Мысалы, үйде жұмыс істейтін аналар болады, әкелер болады, балаға түсіндіру керек. Мен қазір жұмыс істеп жатырмын. Енді өзіңіздің жаңағы графиктеріңізді көрсетесіз ба? Енді бұл жерде балаға мен бұны жұмысқа қолданып отырмын деп балаға түсіндіру керек та. Осы мәселе. Сосын тағы да мына жерде сұрақтар қойып жатыр. Ой, мына жерде кетіп қалды ғой. Так, ютубта может. Жақсы, сонымен құрметті ата-аналар, 1,5 сағат уақытымыз өтті. Ең шектеулі нәрсе, қайтып келмейтін ең қымбат нәрсе уақыт қой. Сонымен бүгінгі сабағымызды, сіздермен сұхбатымызды осымен аяқтайық. Және де ертең вебинар, біздің марафонымыз жалғасады ертең. Енді сіздерге үй тапсырмасы. Баланың бір істегісі келмейтін нәрсені ойынға айналдырып көріңіз, қызықтырып. Ойынға айналдырған кезде екі түрлі жаңа гормон бөлінеді. Ойынды айналдырып қанша уақытта жасай аласың, қанша тез жасай аласың, бірге жарысып жасайық, кім тез жасайды екен деген сияқты бір ойынға айналдыра алсаңыз, онда дофамин бөліне бастайды. Біраз жеңіске жеткеннен кейін жетпесе де мақтасаңыз, онда серотонин бөлінеді. Соны жасап көріңіз. Сонан кейін екіншісі Уильям Стикскурт «Самостоятельные дети» кітабын сіздерге телеграмға жібереміз, соны оқыңыз. Чудо фильмін қарап, сонан кейін есте жазыңыз. Құрғаны тыңдағаннан ішіненке қалмайды, сіз ертең ұмытып қаласыз. Есте жазған кезде сіз оны қайтадан еске түсіретін боласыз. Сізге баламен қалай сөйлесуді білу керек, біліп қана емес, оны істей алу керек. Жаңа жаттығу жасау арқылы. Құрғаны істеу емес, оны машыққа айналдыру керек, навыкқа. Сол кезде сізде қандай нәтиже болады? Сізде балаға ықпал ете алу нәтижесі, баламен бір тілде сөйлеу алу, баланың көңіл күйін таба алу. Сіз осындай нәтиже аласыз. Сындығында осы 4 нәрсені: знание, умение, навык и результат. Осы 4 нәрсені біз сіздерге шет жағасын беруге тырысамыз. Әрине қысқа уақытта бұл өте үлкен тақырып, бере қою оңай емес. Біздің шынымен баласын болашағын ойлайтын, шынымен осы машықтарды, осы білімді игергісі кеп, шынымен осындай нәтижеге жеткісі келген балалар үшін біз біраз уақыттан кейін 1,5 айлық курс ашамыз, жасаймыз. Соны бүкіл Қазақстаннан қатынасып көруге болады. Ертеңгі сабақтарда біз көптеген сіздерге тағы да дайындап қойған сыйлықтарымыз бар. Соны аласыздар.
ертеңгі сабақтың тақырыбы лидер баланы тәрбиелеудің жалғыз жолы. Лидер бала деген көшбасшы бала да. Сіз шынымен сіз армандаған бала, сіз мақтанатын бала, сіз риза болатын бала, есейгенде сізді күтетін, бағатын баланы қалай тәрбиелеу керек, көшбасшылықты қалай тәрбиелеу керек, сол жайлы болады. Бүгін бағанағы мен неменені айттым, қалай сабырлы болу керек та. Ал ертең Елизабет тестін кеше берген болатын, кеше біраз адам болды. Ертеңде осындай керемет бір әдіс тәсілдерді нақты үйренетін боласыз. Бағана басында мен сіздерге бір есеп берген болатын тестті. Неге қаңтарда туған балалар, ақпанда қаңтарда туған балалар өте талантты болады? Соны тексерген. Бір хоккей клубына барған кезде, футбол клубына барған кезде үнемі ақпан мен қаңтарда туған балалар жетістікке жетіп мықты болады екен де, ал қараша, желтоқсанда туған балалар керісінше бейімсіз, төмен нәтиже көрсетеді екен. Шешімі қарапайым. Сындығында да өйткені кішкентай балаларға, 8-9 жастағы балаларға алғаш доп ойнағанда арадағы 8-9 ай үлкен айырмашылық береді екен. Сондықтан қаңтарда ақпанда туған балалар ірі болады, олардың физикалық күші мықтырақ болады да, олар өзінің күзде туған балаларға қарағанда әлдеқайда жақсы жетістікке жетеді екен. Бұл жерде ешқандай айы маңызды емес. Нумерология деген лженаука. Келісесіз бе? Келісемін. Нумерология деген лженаука, өтірік ғылым. Оған сенбеңіздер. Нейробиология, нейрофизиология, психотерапия, психология бұл нақты ғылым. Нақты ғылым. Осы нақты ғылымға сеніңіздер. Жаңағы психология деген Англияда психология бұл science and technology деген неге жатады да, яғни наука және технология деген факультетке жатады да. Ал біздің Қазақстанда көбінесе психологияны или это аффирмация, немесе тек қана осындай нәрсемен байланыстырады, аутотренинг, яғни өз-өзіңді эзотерикамен байланыстырады. Ал шет елдерде бұл science and technology. Енді мен science and наука және технология да. Мен өзім сол факультетте оқыдым, наука және технология факультетінде. Осыны айтқым келіп тұр да. Шындығында да бұл ғылым. Мен сіздерге, мен бүгін ғана қолымда гипс шештім, бір айдай жүрдім. Мына қолымды сындырып алдым. Атқа мініп көкпар тебемін деді. Мына сүйек жазылғанша бәрібір кемінде бір 30-40 күн керек та. Ал адамның мінезі, ол мына біздің қорқынышымызда, үрейімізде, қызғаншақтығымызда, ашуымызда біздің миымыздағы нейрондардың байланысы тұр да. Оны былай өзгертуге болады. Ғылымды білетін адам, мидың құрылысын білетін адам да. Біз ғасырлар бойы шіркін ұшатын кілем болса деп бүкіл жер бетіндегі адамзат армандады. Бірақ ғылым болмайынша ол іске асқан жоқ. Ғылым дамығаннан кейін жердің астындағы рудадан алюминий жасады да, мотор жасады да, адам аспанға ұшып кетті. Ғасырлар бойы шіркін жердің ар жағындағы нәрсені тыңдап білсе екен деді. Ғылым дамыды, қазір бүкіл Қазақстаннан, тіпті әлемнен сіздер бізді көріп отырсыздар да. Ғасырлар бойы шіркін адамның соқырдың көзі көріп кетсе екен деп қиялдады. Ал қазір ғылым дамығаннан кейін көзінің қарашығын 5-ақ минутта ауыстыра салады. Дәл сол сияқты жаңағы сіздің проблемаларыңызды, балаңыздың проблемасын ғылымды білген адам жеңіл шеше алады. Ал құрғане философиямен, құрғане қарапайым ақылмен ол мәселе шешіле қоймайды. Ғылымсыз сіз 100 этаж үйді сала алмайсыз, ғылымсыз сіз көлікті жасай алмайсыз. Келісесіз ғой. Сондықтан ең дұрыс жолы ғылым жолы. Ғалымдардың сөзін тыңдау керек, лженауканы, қияли нәрседен кету керек. Ертең сағат 9-да кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Ертең керемет қызықты сіздерге арналған сыйлықтарымыз бар, сұрақтарыңызға жауап береміз. Және де сіздерге мына бақытты баланы тәрбиелеу үшін ерлі-зайыптың арасында қарым-қатынасы қандай болу керек деген кереметте видео ролик түсіріп қойдық. Оны алу үшін сіздерге Google форма жібереді. Сол Google формалға тіркелген адамдарға сол сыйлықты береміз.
осы сілтемеде және телеграмды қарап отырыңыздар. Бүгін сабағымыз қалай өтті? Риза болдыңыздар ма? 10 балдық жүйемен бағалап жіберіңіздерші. Егер де сабаққа анша көңіліңіз толмаса, 1-ден 6 балға дейін қойыңыздар. Егер сабақ орта деңгейде өтті, болады анша керемет емес, жаман емес десеңіздер, 7, 8, 9 бал қойыңыздар. Ал сабақ супер, кереметтей өтті, көптеген сұрағымызға жауап алдық, бірақ өкінішке қарай қысқа болып қалды. Шіркін-ай, ұзағырақ болса, тағы да біраз сұрақтарымызға жауап алсақ десеңіздер, 10 бал қойыңыздар. Жақсы ма? Енді кері байланысып қарайық, қанша бал қоясыздар? 10, керемет, пайдалы сабақтар, күшті өтті, өтініш сақтаңыздар дейді. Жақсы, сіздердің өтініштеріңіз бойынша ертең кешке дейін сабақ сақтаймыз. Дос туыстарыңызға тарата жүріңіздер. Ертең сағат 10-да кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Балаларыңыз бақытты, ғұмыр жасы ұзақ болып, сіздерге соның қызығын көруге ала жазсын. Сау, сәлемет болыңыздар. Сау болыңыздар.